бұл оқиғасын әлемдік деңгейге жеткізген менмін. Ал енді сөйтіп сол екі адам естіп атқан жоқпын. сондықтан бұл мәселеде артынан мен тағы да аудио жазбам тарады. Ол аудио жазбамда мен бұл мәселеде олардың алдауы мен боқсасына ілесіп, жаңағы аталмыш мәңгі бақи Мақсат Баймағамбетов тергеуші атын айта алмайтын сол екі адамның жаңағы тапсырмасыменен сол сөзді айтқанымды тараттым. Ал мен үйғамақтың заңын бұздым. Ал сонда бұл қалай оқиға болды? Сонда Қазақстан Республикасы заңы бойынша соттың шешімімен үйғамаққа алып қойып, және үйғамақтағы адамға Әблязовқа қарсы сөйле дейді. Ал енді келіп бүкіл оқиға, бүкіл іс, бүкіл куәгер Алматыда болғанда қарамастан ешқандай қатысы жоқ Нұр Сұлтан қаласына алып келді. Және әлі мені жұбайым отыр. Екі кәмелетке толмаған, 5-ке толмаған екі ұлым отыр. Және менің заңгерім Айман Мұратқызы Омарова, ол әлемдік деңгейдегі заңгер. Ол Американың бірінші ханымының қолынан әйелдердің балалардың құқығын қорғау бойынша бүкіл жер шарындағы